Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Азизбек Өткелбаев. Бүгін біз сіздерге қаламызда өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Дәмханаға демалуға кеп, көңіл көтерген азаматшалар ақырында ақша төлеуден бас тартты. Тіпті отырғандардың мазасын алып жанжал шығарған. Бөтендерді балағаттаған олар тиісті сазайын алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мына азаматшаның айтуынша белгісіз 3 қыз оны ұрып соғып, шашын жұлған. Оған негізгі себеп дәмханада көңіл көтеріп есептесуден бас тартқан үшін кінәлі болған. Оған қоса азаматша полиция қызметкерлеріне балағат сөздер айтып, дәмхананың әкімшілігін жауып тастаумен қорқытуда. Давай, мен таяқ жедім, 3 қыздан таяқ жедім, бір емес. Болмайды ғой, шықса бірге бір шықсын, пожалуйста. 3 қыз бірден теуіп, шашын жұлып болмайды ғой. Қызымыз ғой, дұрыс ба? Мен жыламай-ақ қоям, біраса мен ызаланып тұрмын, таяқ жеймін. Мен әттек бір бұндай қыздар бар ғой. Әйтпесе кафе деген аты бар да. Мен кафеде істеймін. Мен де клиентке тиіспеймін, клиент всегда прав. Бірақ ұрып жұлды да қашып кетті. Мен не бар ғой, ұрып жығатын болсам ол қыздарын бетіп қорсам да тұрмайтын қыздар ғой. Мына қыздардың айтуы бойынша олар ешкімді ұрып соқпаған. Оған қоса азаматшаның өзі жанжалды шығарып, дәмханада төбеле шығарғанын айтып өтті. Ақырында өздері полиция қызметкерлерін шақыртқан. Ұрған жоқсыз оларды? Ұрған жоқсыздар ма? Жоқ, ұрған жоқсыз. Клиенттер бәрі бар. 102-ге сіздер звондадыңыздар ма? Иә, біз звондадық. Өйткені балағат сөздер айтып, бізге жауы кетіп отыр ғой, кісілер күйеуім деп жатыр. Төлемей қашып баратқанды ұстап алдық, сол кезде қарасаңшы не істеп жатыр. Шот төлемеді ғой. Шақырған өзіне біз шашымыз жұлып ұрып жатыр ғой. Оқиға орнына келген жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері жанжалқор азаматшаларды Абай аудандық полиция бөліміне жеткізіп, анықтау жұмыстарын жүргізді. Түнгі уақытта қалада қыдырам деп қыпада қалмаңыз. Спартак спорт кешенінің жанында серуендеп жүрген 3 жас жігіт белгісіз 10 баланың соққысының астында қалды. Бұзақылар қыдырып жүргендерді ұрып соғып, оқиға орнынан бой тасалап кеткен. Алайда бірнеше уақыттан соң әлімжеттік көрсеткендер құрықталған. Оқиға түнгі сағат 3-тер шамасында Спартак спорт кешенінің алдында орын алған. Мына 3 жігітті белгісіз бір топ жігіттер таяқтың астында қалдырып, қашып кеткен. Зардап шегушілердің айтуына қарағанда, ұрған жігіттерді бұлар мүлдем танымайды. Кім ұрды? Сен? Кім ұрып кетті? Ашын ұрды? Қайсы мыналар танымайсың ғой, а? Қай жерде ұрып кетті? Қай жерде ұрып кетті? Кеп отқан былай қарап. Қай жерде? Именно. Осылай қарап кеп отқан болатын. Сендер кімдер болсыңдар? Балдарың өтіп? Қайтып өткен балдар. Үстілерін қанған болатын. Оқиға орнына келген жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері жарты сағатта кінәлі жігіттерді анықтады. Олар жастар шамасы 20-28 аралығындағы облыстың тұрғындары болып шықты. Аталған аумақта 875-73 автоэкипаждар бар. Сол жерден 8 азамат ұсталды. Зардап шегушілер мен күдікті жігіттерді әкімшілік полиция тобының қызметкерлері Аль-Фараби аудандық полиция бөліміне жеткізіліп, анықтау жұмыстарын жүргізді. Бұл оқиғада бұзақылық бабы бойынша қылмыстық істің қозғалуы әбден мүмкін. Ал біздің келесі материал жол-көлік апаты туралы. Ережені білмеген жүгенсіз жүргізушінің кесірінен 2 автокөлік материалдық шығынға ұшыраған. Абырой болғанда көлік апатында зардап шеккендер жоқ. Толығырақ келесі бейне материалда. Жол-көлік апаты күндізгі сағат 1-лер шамасында орын алған. Көлік апаты Мәделі Қожа және Тәшенов көшелерінің қиылысында орын алған. Өз бағытымен бара жатқан Mercedes-Benz автокөлігіне Hyundai көлігі жол бермеген. Кесірінен 2 автокөлікте материалдық шығынға ұшыраған. Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі таңда қажетті құжаттар жиналып, кінәлі жүргізуші, яғни жол жүру ережесін қай жүргізуші бұзғандығы туралы анықталып жатыр. Қазіргі уақытта әкімшілік полиция тобының қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізуде. Тексеру барысында кінәлі жүргізуші әкімшілік хаттамадан бөлек көліктерге келтірілген материалдық шығындарды өтеуі тиіс. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Ал мен сіздерге әдеттегідей бағдарлама ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленгенін туралы тағы да естеріңізге салғым келеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.